әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Сабағымыздың мақсаты тарау бойынша біліміңді тексеріп бағалайсың, өткен сабақтарды қайталап есіңе түсіресің. Ойлан, есіңе түсір. Бірінші тапсырма. Ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деген сөйлемнің мағынасын түсіндір. Екінші тапсырма. Бұл ғарышкердің басынан өткен қиындық қандай жағдайға байланысты еді? Үшінші. Ғарышкерлерді ата, автордың жазған мәтіндерінің тақырыбын есіңе түсір. Енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Сәуірдің 29-ы сынып жұмысы, өзіңді тексер деп жазып, мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші. Сұрақтың орнына тиісті сөзді қойып жаз. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты не пайда болды? Алғашқы планердің үлгісін кім жасағаны белгілі. Яғни мына жердегі не және кім сұрағының орнына тиісті сөзді қойып жазамыз. Екінші. Оқып, кестені толтыр. Оған әлі ат қойылмапты. Ғарышқа аты жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек болды. Балалар, бұл үзінді қай мәтіннен алынды? Мәтіннің тақырыбын, мәтіннің авторын, кім не жайында айтылғанын кестеге жазамыз. Үшінші. Сипаттамасын жаз. Қапыда, мәртебесі деген сөздердің сипаттамасын тауып жазамыз. Төртінші. Жарайсың Айдынаға өлеңінің авторын жаз. Бесінші тапсырма. Өлең шумағын ұйқас сөздермен сәйкестендіріп жаз. Яғни мына астындағы тиісті сөздерді сәйкестендіріп, ұйқас сөздермен сәйкестендіріп, өлеңді аяқтап жазамыз. Алтыншы. Сұраққа жауап жаз. МиГ-29 қандай ұшақ? Жолаушылар ұшағы, әскери ұшақ, ғарыш кеме. Ғарышкер рөліне еніп, таңдаған тақырып бойынша ғарыштағы түскі ас, ғарыштағы салмақсыздық тақырыбында таныстырылым жаса. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ бойынша алған білімдеріңді маған SMS арқылы жіберулеріңе болады.